Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі ұбт-ға дайындық сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы мәтінді түсініп оқу. Оқығанды түсіну үшін не істеу керек? Мәтіннен үйренген білімді көңілге тоқу үшін оны ықыласпен түсініп оқу керек. Мәтінді түсініп оқуға көмектесетін әдіс тәсілдерді ұсынамыз. Мәтінді түсініп оқу. Мәтінді түсініп оқуға көмектесетін әдіс тәсілдер: көз жүгіртіп оқу, қысқаша мазмұнын жазып оқу, түртіп оқу, болжам жасап оқу, сұрақ қойып оқу, пікір алмасып оқу, сын тұрғысынан оқу. Көз жүгіртіп оқу. Мәтіннің мазмұнын түсіну үшін алдымен тақырыбына, мәтіннің көлеміне, пішініне баға беріп көру керек. Мәтіннің тақырыбын түсіну үшін сөйлемдерге тұтастай көз жүгірте отырып, ойға сұрақ туындайтын сөйлемдерді толық оқыған дұрыс. Осылайша қосымша мағлұматтарға көп көңіл бөлінбей, негізгі ойды түсінуге жол ашылады. Қысқаша мазмұнын жазып оқу. Мәтінді оқымас бұрын сұрақтарды дайындап алу керек. Мысалы, мәтіндегі кейіпкер кімдер? Оқиға қайда және қашан болды? Мәтіннің кіріспесі мен қорытынды бөлімінде қандай өзгерістер орын алды? Мәтінді бір азат жолға сыйдырып, 4-5 сөйлеммен қысқаша мазмұнын жазып шығару керек. Түртіп оқу. Мәтінді дауыстап не ішінен оқу барысында маңызды деп ойлаған сөздердің, тіркестердің, мағлұматтардың астын сызып отыру керек. Мәтінді толық оқып шыққаннан кейін түртілген жерлер не оқығаныңызды еске салатын болады. Бұл мәтіннің негізгі ойын түсінуге көмектеседі. Болжам жасап оқу. Мәтіннің белгілі бір бөлігіне дейін оқып, ары қарай не болуы мүмкін деп, оқиғаны ары қарай өз ойыңызша жалғастырып көріңіз. Бұл сіздің мәтінге көңіл бөлуіңізді нығайтады. Сұрақ қойып оқу. Мәтінді оқығанда ойша немесе жазбаша сұрақ құрастыруға болады. Бұл мәтін бойынша емтиханда келетін сұрақтарды алдын ала болжап, дайындалу үшін тиімді. Құрастырған сұрақтарды достарыңызға қойып, топпен жұмыс жасасаңыз болады. Пікір алмасып оқу. Мәтінді әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Сол себепті бір-біріңізге немесе топ-топпен пікір алмасыңыз. Мәтіннен толық қорытынды шығара алатын боласыз. Басқалардың пікірін тыңдау мәтінді басқаша қырынан түсінуге мүмкіндік туғызады. Сын тұрғысынан оқу. Мәтінді оқығанда өзіңіздің келісіп, келіспейтін жерлеріңізді белгілеңіз және соған байланысты сұрақ-жауап іздеңіз. Сезім, ой және оқиға арасында себеп-салдар байланысын құруға тырысыңыз. Мәтіннің авторы жазған пікірге қатысты өз жеке ойыңызды айтып жеткізіңіз. Мәтінді өте жақсы түсінгеніңіз және оны әрі қарай қалай қолдану керектігін білгеніңіз. Ендеше, сіздерге берілген мәтінге көз жүгіртейік. Жүрегіміз ерекше жүйесімен еш тоқтаусыз соғумен тәулігіне денеміздегі қанды 1000 рет толық айналдырып отырады. Жүрек бір сағатта орташа көлемді машинаны 1 метр жоғары көтеретіндей қуат бөледі. Жүрек қандай айдаған кезде қолданылатын күші өте қуатты. Осы күш арқылы жүрек қанды 3 метрге жоғарыға ытқыта алады. Жүректің ең бір ерекше қасиеті тоқтамастан, демалусыз, өмір бойы жұмыс істеуі. Осы тұрғыдан алғанда дүниедегі жалғыз тоқтаусыз жұмыс істейтін мотор деп алуға болады. Адамның орташа өмір жасы бойынша 2,5 миллиард рет соға отырып, 300 миллион литрдей қан айдайды. Ұйықтап жатқан уақыттың өзінде жүрегіміз сағатына 340 литр қан айдайды. Алақаныңызды қанша минут тоқтатпастан ашып жұмып тұра аласыз? Алақаныңыз бірнеше минуттан кейін шаршап, бұл әрекетті тоқтатуға мәжбүр боласыз. Жүрегімізді бір мезет тоқтатпастан, денеміздің түкпір-түкпіріне сағатына 100 литр қанды айдатқызып отырған қандай күш? Ендеше сіздерге сұрақ: автор жүректі қандай затқа теңейді? Әрине, дұрыс жауабы мотор. Жүректің қызметі не? Әрине, дұрыс жауабы қан айналдыру. Ендеше, балалар, сіздерге іске сәт.